бұғана, клавикула. Қолдың иық белдеу сүйегіне жатады. Пішіні латынның S әріпіне ұқсас келген. Аралас сүйек болып табылады. Денесін корпус клавикула және екі шетін ажыратады. Медиалда орналасқан қалыңдау келген төстік шеті. Экстремитас стерналис деп атаймыз. Төстің бұғаналық ойығына келіп байланысады. Сол ойықтағы буын бетіменен байланысуға арналған төстік буын бетін ажыратамыз. Фацес артикулярис стерналис деп атаймыз. Ал латералды орналасқан жалпақтау келген акромиондық шетін ажыратамыз. Экстремитас акромиалис деп атаймыз. Жауырынның акромион өсіндісіменен қосылады. Қосылатын жерінде акромиондық буын бетін ажыратамыз. Фацес артикулярис акромиалис деп атаймыз. Екі бетін ажыратады. Жоғарғы беті фацес супериор және төменгі беті фацес инфериор. Жоғарғы беті тегістеу келген, ал төменгі бетінде кедір бұдырлар болып, бірнеше анатомиялық құрылымдардан тұрады. Бұның төстік шетінде біз төс қабырға байламының батыңқы ісін көрсек болады. Импрессиан лигаментум коста клавикуляри деп атаймыз. Және бұғана асты бұлшықеттің жүлгесін ажыратамыз. Sulcus musculis subclavia деп атаймыз. Сосын конус тәрізді байлам келіп бекінетін конус тәрізді төмпекті көреміз. Туберкулум канайдеум деп атаймыз. Және трапеция тәрізді сызықты ажыратамыз. Линея трапезейдеум дейміз.